Шоколад какао ұнтағына оның дәмін және хош иісін келтіретін жұмсақ консистенция беретін компоненттер қосып дайындалған кондитерлік өнімдер. Қазіргі кезде шоколад түрлеріне какао ұнтағынан басқа қант, какао майы, майсыздандырылған құрғақ сүт ұнтағы, глюкоза, қою шырыны, ваниль немесе ванилин этил спирттерінің қою шырыны, инверттік қант, өсімдік майлары, жаңғақтар, лецитин, пектин, табиғи немесе жасанды хош иіс беретін заттар, консервілеу қоспалары, лимон қышқылы, апельсин майы, жалбыз майы қолданылады. Шоколад түрлері: қара шоколад, сүтті шоколад, ақ шоколад, рубиндік шоколад, диабеттік шоколад, вегетариандық шоколад. Шоколадтың пайдасы. Америка құрама штатындағы Гарвард университетінің зерттеушілері 8000 ер адамға тәжірибе жасап, оларды шоколад жеушілер қатарында екенін атап, олар шоколад жемеушілерге қарағанда жылына 3 ай артық өмір сүретінін анықтайды. Какаоның құрамындағы антиоксиданттар полифенол деп аталады. Антиоксиданттар бізге белгілі болатындай рак ауруларына қарама-қарсы қорғану үшін қолданылады. Қышқылды валерина жанға жұмсақ береді, қант стрессті төмендетеді және қанттың ауруды жеңілдететін әсері кішкентай балаларға қолдану кезінде зерттеуде табылған, себебі тәтті дәмдер наша сияқты әрекет етеді. Шоколад иісі долдану әрекеттерін жояды, өзімізді жақсы сезінуге себепші болады. Дегенмен, көптеген жасөспірімдерге шоколадтың әсерінен безеу, өкпелер пайда болады деген пікірлер бар. Бірақ бұл ғылыми нақты дәлел емес. Бұған Миссури университетінің ғалымдары былай дейді: шоколад жеп тұрған сәттерде оның кейбір бөліктері үстімізге түсіп, дақ қалатын сәттер болады. Сол дақтарды дене 2 апта ұстағанда денеде ештеңе болмағандығын айтады. Шоколадтың құрамында төменгі деңгейде гликемик индекс бар, яғни бұл ұзақ уақыттық энергияны береді. Мысалы үшін, бір бөлік шоколадта 70 грамм кездеседі, яғни бұл дегеніміз ұзақ уақыт өмір сүруіңізге себепші. Сонымен қатар шоколад хромның негізгі көзі болып табылады. Сүтті шоколад кальцийдің негізгі көзі. 50 грамм шоколад 110 грамм құрмамен толтырылады. Дегенмен де бізге күніне 7 бөлік шоколад жеу керек, өйткені оның құрамы минералдарға бай. Қазақша контент каналды қолдап тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.